Çatam jigitler. Жаңа Lexus'um қалай менің? Дерский ма? Бұл Lexus'тың аты RC 350 деп аталады. Яғни объемы 3/5. Ал егер алдынан қарайтын болсаң, вообще бомба көлік қой мынау дейтін. Бомба! Қазір осымен біздер жарысатын боламыз. Ей, дәл бәс сенің көлігің Нұрчан. Менікіне по-любому жетпейді ғой. Вообще жетпейді, шаңнар ілесе алмайды. Міне, көлік деген осындай болу керек. Менің артында тұрған сары BMW көлігін көріп тұрсың ба? Вот машина деген осы. Түрінің өзінде мән бар ғой. Қарасаш, не деген соска көлік. Ауф, кеттім, айдайын мен оны. Дауысының өзінде мән бар ғой. Ал кеттік ал, отырайықта гонкамызға қатысайық, ұталамыз ба, ұталмаймыз ба, білмеймін, бұл дейтін өте сондай лас гонка болайын деп жатыр. В общем, балшықтардың арасында жарысатын боламыз. Let's go! Ё-моё, мына жақта дейтін машина өте көп. Афгонға өтеміз қазір араларынан былайынан. Да, ну гүлбану, Белаз мына жақта не істеп жүр деймін да, Бірге шықтық біздер. Yes, тема. Дальше кетеміз. О, мына жақтан секіреміз. Өте қызық гонка екен, ноя достар. Кеттік, мына жақта тағы да біздер дейтін трамплин көріп тұр одан фоу деп өтеміз. Арттағы машиналар вообще айналып жатыр. Чо за дасеш фантастиш болып кетті мына жақта дейтін. Так, мияқтан ары қарай секіреміз. Әдем айбей соғып алдым ғой мен тема Lexus'ымды. Давай, тартпай жатыр. Нормально. Біздер бірінші келе жатырмыз. Ура! Ұттым достар, айырғансың ғой. Шо там, қалай екен машина? Мош бекен, машина деген зывер ғой бізде дейтін достар. Lexus не жерлерін сәл сырып алып, еш нәрсе етпес деп ойлаймын. Нұрчан, көлікті олай емес, былайдан айдайды, қара! Үйренді, жирен Нұрчан, мені қара, қалай айдау керек. Саған көрсетем ка 6 секундтың ішінде осылардың барлығынан авгон жасап кетем. Қайшы жылдан әкеңнің жолға тұрып алған ғодан бәрі. Мә саған, деп бәрін соқ, жапсырып кетеміз бәрін. Ема қашсаңдаршы. Машинаның үстінен өтіп кетеміз ғой. Ойбай, аударылып не болып кетті өзі. Ё-майо, мұны іші түсініксіз болып кетті ғой. Кетші, жымды мая. Жолға тұрып алған нес. Уже бірінші келе жатырмын, бірақ айналып кеттім. Мынау тайғанақны жер дейтін. Өткен мен BMW задний приводный артқы дөңгелегі тартады, сосын тайып кете береді. Кеше бар ені Корветтің келе жатсаған қарасайшы, саған деп соғып оны арға дейтер жеріміз да деп секіреміз. Все, easy. Болды, қазір финишқа келеміз. Опа-на. Айырасың ғой, лебойна. Нұрчан, чо там, мен де осып кеттім ғой, смело. Соперник жоқ маған. Корветка мен машинам шындыманы соғып кеткенде сен қуамай. Соқпаңдар емен машинамды. Ішіне шығып алайыншы, сол кезде соқпайтын шығар деп ойлаймын. Білмеймін енді достар, сіздерге менің Lexus ұнап тұр ма, әлде мына тұрған Джоннидің көлігі, кішкентай Джоннидің көлігі ұнап тұр ма? Енді өздеріңіз көріңіздер. Ал біздер қазір өз көліктерімізді тюнингтап бірге жарысатын боламыз. Раз бірге бір тіке жолда сөйтіп кім ұтатын анықтаймыз. Let's go! Lexus'ымды тюнингтайтын жерге бара жатырмын. Мен кішкентай Джоннидан мощный қылып жасап шығару керек қой. Бұны дейтін қазір андай дерзкий мотор салып, турбиналар салу керек қой. Короче, дейтін білесіздер ма достар, анау газ басқан кезде деп тостар шығаратын ема. Соғып алдым, жарайды, өзі бытшыт болып атқан машина. Дерзкий дрифтовать етіп қояды екен мынау Lexus достар. Шын өмірде осындай Lexus алайын ба десең, бірақ ақшам жетпейді Lexusқа. Мен шын өмірде достар, менің өзімнің Lexus'ым бар. Білесіздер, сол жайлы обзорды көргілеріңіз келсе, Нұр Лайф арнасына кірікті, сол жақтан көрейік достар. Сол видео бүгін немесе ертең шығатын болады. Сондықтан давайте кіреміз, көреміз. Нұр Лайф арнасында постоянно жиі видеолар шығып тұр. Кетіп біздер тюнингті
тюнингтауға бара жатқан сияқты едік қой, қайға кетіп қалдық? Lexus'ты тюнингтадық, болды. Қалай? Дерзкий болды ма? Дискісін ауыстырдық, содан кейін біраз нәрсесін ауыстырдық. Жалпы достар, Lexus'ты қазір айдап тексеретін боламыз. Қалайнан болды екен? Түсіне тиіскен жоқпын, түсін осындай қызыл қалдырдым, және де тонировка. Қап-қара болып тұрғы терезелер көрдіңіздер ме? Көрейік, ал қалайнан жүретін жүрісі өзгерді ме екен? Вау, дрифт, кинодағыдай дрифт жасайды ғой. Lexus'тың түрі дерзкий, достар. Ауф, ёкалы, мұны соғып алмайық. Ал енді кішкентай Джонниді көрейік, не істеп жатқан? Алло, кішкентай Джонни, чё там? Не істедің көлігіңді? Менде көлігімді тюнингтап біттім. Короче, бұл көлікке диск ауыстырдым, тонировка жасадым, және де моторының күшін көбейттім, яғни чиповать еттім, түсіне тиіскен жоқпын. В общем, дерзкий болды и занестеттім, чтобы қатты жүрген кезде управляемый дерзкий болу үшін, управлениясы как спорткарлар сияқты. Короче, Нұр Channel, сен дайындал, қазір мен сені айырам. Окей, кім дайыратын қазір анықтаймыз. Достар, сіздер кім ұтады деп ойлайсыздар? Мен ба, әлде кішкентай Джонни ма? Егер де кішкентай Джонни ұтады деп ойласаңыздар, онда комментарийға жазыңыздар. Немесе мені ұтады деп ойласаңыздар да комментарийға жазыңыздар. Нұр Channel немесе кішкентай Джонни ұтады деп, достар. Қазірден бастап жазып өтіңіздер. Содан кейін достар, тағы да бір әңгіме бар. Менің инстаграмыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ол жақта қараңыздар. Lexus пен жаңа суреттер тола, достар. Және де көптеген қызықты суреттер тола. Сол себепті давайте, достар, описаниеде тұрған сілтеме арқылы өтіп менің инстаграмыма тіркелеміз. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to front for all of these bitches. I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walking the villain. We getting money, yeah, they think that we dealing. They talking hot, yeah, fuck they. What the fuck, достар? Да ну гүлбану, кім ұтты бұл жақта? Вообще түсінбей де қалдым ғой мен. Ема, шок, достар, кім ұтқаны белгісіз, қазір анықтайтын боламыз. Қараңыздар, ёкалы, мына жақта дейтін бізде кішкентай Джоннидің көлігінің алдындағы бампері жоқ болып кеткен. Қайда кетіп қалған ешкім білмейді. Фарасымен бірге жоқ болып кеткен. Бұл дейтін ары қарай ұшып кетті да соғысты кішкентай Джонни. Ал мен болсам тоқтап үлгердім, машинамды сақтап үлгердім. Қазір достар анықтайтын боламыз. Кім ұтқан замедленный съемкамен көретін боламыз. Өзіме де қызық болып тұр. Короче, бұл жерде, достар, кім ұтқаны дым түсініксіз, бірақ қараңыздар, не жерде линия тұр ғой, міне қараңыздар, қазір бұлай жөндеп көрсетейін сіздерге. Қара линияны көріп тұрсыздар ма, достар? Міне осыдан бірінші BMW өткен, қараңыздар, сіздерге көрсетейін, жайлап әшін бүйтіп, қараңыздар. Мынау линияны көріңіздер, кімнің алды бірінші өтіп тұр, BMW-нікі өтіп тұр. Ойбай, қараңыздар, достар, BMW-ның алды бірінші осы линиядан өтіп тұр, ал Lexus болса әлі өткен жоқ. Значит, бұл жерде кішкентай Джонни ұтты, ёкалы мұны. Әңгіме жоқ, кішкентай Джоннидің BMW-сі ұтып кетті, ал біз ұтылып қалдық. О май гад. Yes, ұттым, Нұр Channel'ды ұтып кеттім. Мен саған не Нұр Channel, сен дейтін вообще көлік айдай алмайды екенсің ғой. Кетші көре, кішкентай Джонни, адам нервсін ұстап тұр, ёкалы мұны. Просто сен машинам қатып жүреді, сол үшін ғана осып кеттің, соңында іші миллиметр, кішкентай миллиметрге осып кетті ғой, достар. Негізі мен дейтін сәл тупететіп қалдым, газды жіберіп қалдым бір жерде. Мынау айдай алмайды қалып қалды, сол себепті осып кетті кішкентай Джонни. Келесіде тағы да жарсам, мен сен келесіде точно бітіштің шығарып тұрып ұтып кетпесем тура. Отылған адам сөйлей береді дейсің. Келесіде сен мен тағы да жарысу керек, болмайды, достар.
Давайте осы видеоға примерно 20 000 лайктай жинапсайық, сол кезде келесі бөлімін сразу шығаратын боламын. Кішкентай Джоннимен басқаша сөйлесетін боламын ол кезде. Қалай сөйлесең де ұтылып қаласың Нұрчан. Кеше бар кішкентай Джонни адам нервісін ұстап, өзім нервін ұстап тұрғанда. Ал достар, осы видеоға көп лайк баспастайық, арнаға тіркелейік обязательно. Сол кезде мен дейтін келесі бөлімін бірден шығаратын боламын. Қараңыздар, кішкентай Джонни дейтін кіршада жүр, не алып жүрген білмейміз. Оу, ема, аяқпен түсті, бірақ құлап қалды. Ал осымен видеом соңына жақындады. Давайте достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Давайте, сау болыңыздар.